Түйе су ішкенде неге артына қарай береді? Ертеде түйе өте әдемі болған екен. Ағаштың бұтақтары сияқты мүйізі және сусылдаған жерге дейін жететін құйрығы болыпты. Түйе су ішкен сайын өзінің сұлулығын судан көріп, өзіне риза болады екен. Бір күні оған бұғы келіп, түйе, сен сондай ақылды әрі сұлусың ғой. Мен бүгін қонаққа барушы едім. Бір күнгі мүйізіңді бере тұршы, деп сұраған екен. Түйе мәз болып, оған мүйізін береді. Сөйтіп тұрғанда оған жылқы шауып келіп, түйежан, сенің әдемілігіңде шек жоқ. Мен де бір күнге әдемі болғым келеді. Құйрығыңды бере тұршы, деп сұрайды. Бірнеше күн өтеді, бірақ бұғы мен жылқы алған заттарын қайтармайды. Түйе қарызымды қашан қайтарады деп тоса-тоса шаршап, бұғыға келеді. Сен менің мүйізімді қашан қайтарасың, депті. Сенің құйрығың қашан өседі, сол кезде мен сенің мүйізіңді қайтарамын, дейді бұғы. Түйе маң-маң басып жылқыға келеді. Жылқы, сен менің құйрығымды қашан қайтарасың, деп сұрапты. Сенің мүйізің өскен кезде мен сенің құйрығыңды қайтарамын, дейді жылқы. Арада бірнеше айлар өтеді, бірақ түйенің не мүйізі, не құйрығы өспейді. Түйе су ішіп, өзін судан көрген сайын, қарызымды әкеліп қалама деп, жалтақтап артына қарай беретіні содан екен.